бізде қонақта ЖК Фэтболев. Таразда районыңда қалай жүр? Өте қиын нәрсе ол. Я материться начал. Блин. Сонда мені чеке емеспін да? Сен майлы екенсің деп айтпайсыз ғой толық адамға. О, вот это уже поинтереснее. Вайнерлардың барлығы сондай арасынан қыл өтпейтін бір дос болып көрінесіздер. Өтірік бәрі бір-бірін жек көреді негізі. Соңғы кезде семіріп кеткен сияқты міне. Диета ұстаймын ба, не істеймін? Жанар апай, сізге диета вообще қажет жоқ. Апарықсыз еді. Жарайды. Онда барып мен шоуымды бастаймын. Вообще диета ұстайтын адамдар түсінемін. Бизнесмен деген кезде көз алдымызға костюм шалбар киген, ұқыпты, зиялы қауым елестеуші еді. Қазір көшеде шорт и футболкамен жүрген адам миллионер болып шығуы мүмкін. Бүгінгі тақырып бизнес жайында. Бұл сәлем шоу, ендеше шоулатайық! Бизнес қазақтың қанында бар нәрсе. Оны мынадан байқауға болады. Біреуге мына машинаны алсайшы десең, ертең оны сата алмайсың дейді. Көрдіңіздер ме? Әлі алмаған нәрсені уже қалай сатамын деп ойлап тұр. Өйткені біз бір нәрсені алу үшін емес, жалға беру үшін алатын сияқтымыз. Мысалы, Байқоңырды салдықта жалға беріп бизнес қылып қойдық. Барлығымыз Астанадан үй алғымыз келеді, бірақ көшіп бару үшін емес, жалға беру үшін. Тіпті мантабаркының өзін көршіге берудің өзі шағын бизнес. Өйткені оны құр қол қайтармайтынын білеміз. Негізі бизнесте дос жоқ, туыс жоқ дейді. Ал керісінше туыстың өз арасында бизнесі бар. Мысалы, қаладағылар ауылға ескі киімдерін жіберіп, ал ауылдағылар қалаға ет, ірімшік, құрт жібереді. Былайша айтқанда бартер ғой. Бірақ осы бартер тең дәрежеде жүрмейтін сияқты. Өйткені ауылдағылар қыстан қалған, қысқартылған киім жіберді деп тістелген құрт жібермейді ғой. Жалпы әр қазақ кем дегенде бизнес ашуды ойлап, сол ойдағы бизнесті достарына айтып, олар сол жоқ бизнесті талқыға салып, минустарын тауып, ашылмаған бизнес сол жерде жабылып қалады. Сондықтан бизнесті ойланып, асықпай ашу керек. Әйтпесе кейін онда жалға беріп жібереміз. Бүгін бізде қонақта белгілі вайнер Жеңіс Омаров десем ешкім танымайтын шығар, я? Ендеше қарсаңыздар, Қазақстандағы донердің королі ЖК Фэтболев. Қалай келдің, ЖК? Жақсы. Диван қалай екен, жақсы ма? Жайлы ма? Иә, жақсы екен, аха. Матасы приятный екен. ЖК, сені бүгінгі бизнес тақырыбына біз бекер шақырған жоқпыз. Себебі сенің 20-ға жоқ ЖК Донер Хаус атты тамақтандыратын орның бар, және 20-дан аса ЖК Сайс деген балмұздақ орталығың бар. Ал енді қашан ЖК деп аталатын бір фитнес-центр ашасың? Ну, когда я, наверное, буду соответствовать этому, оған сай болу керек қой, фитнес ашқан соң. Сай болғанда енді қара. Мен түріме қараңызшы. Донер жегендер. Мынандай адам фитнес ашып жатыр, барасыз ба? Яғни мынау нашар фитнес-центр ғой. Жоқ, Это лицо, мне кажется, вообще не лицо фитнес-центра. Пахавать базары нет, но не фитнес. ЖК, сен қолыңмен істегенден мойныңмен көтеру керек сияқтысың. Өйткені донер жеп бір семіртесің, балмұздақ жеп екі семіртесің, енді сол семірген адамдар қайта қалпына басындағы келтіру план керек. сондай ғой, мен бүкіл әлемді семіртем, сөйтіп өзім толық болмаймын. Получается, бәрі толық болады. Сонда жұрттың бәрі сен сияқты домалап жүре ме? Конечно. В этом планның бәрі сондай ғой. Бәрі толық болса, уже ешкім маған толысты деп айтпайды, понимаете? ЖК, мен де саған кішкене бір сұрақ емес, мынадай өкпемді айтайын деп отырмын. Сен негізі мына танымал адамдардың барлығын шақырып алып, өзің ресторанда тамақтандырады екенсің, әңгіме дүкен құрады екенсің, иә? Кімдер келеді? Бәрі келеді, кім шақырамын, сізді шақырайын деп жүріп.
Келесіз ба бізге? мен айтайын деп отырғаным сол ғой. Неге мен шақырмайсыңдар? Сен мен неге шақырмайсың? Әлде сен менің аудиториям донор жемейді деп ойлайсың ба? Әлде мен сен үшін танымал емеспін ба? Болды, мен болды жазып қойдым, сізді обязательно келісейік осы келесі аптада Құдай қаласа. Бірақ мен донор жемеймін, маған не бересің? Ет асып бересің ба? Табам ол жерде донерден басқа көп қой зат, бургер бар, тәтті заттар бар, сорпасы бар. Табам, сізге жағамыз ғой. Өзім кухняға кіріп бір нәрсе пісіріп жатсам да бір нәрсе қыламын ғой. Қазы бар ма? Бас үйтесіңдер ма? Енді Құйқан сорпасы керемет болады. Құйқа жеп көрдің ба? Енді Жамбылдың Тараздан шыққан бала. Конечно, ой, мен өзім той сойып көрген адаммын. Неге қоспайсың? Мысалы, кәлла бас сорпа деген бар ғой. Кәлла сорпа дейм ба? Сол бастың құйқан сорпаларын қосуға болмай ма? Асқазандар қатып қалмай ма? Құрғақ тамақ жеп. Артынан немен итересіңдер оны? Кола ғой, кола ішіп аласың, болды, тамақ басылып қалады. Тематикасы басқа ғой бізде. Ашу керек басқа ресторан. Жоқ, енді бәрін ашып жатсын. ЖК Сорпа Хаус деген бір ашуға болады ғой. Сорпаны таңертеңгісінен бастап бас ауырғандар іздейді. Түскі аста асқазан ауырғандар. Кешкісін бір жеңіл тамақ жейді. Сонда 3 мезгіл өтімді тамақ, ең сорпа. Все, возьмем на заметку обязательно. Первым делом следующий проект будет. Енді идеяны білесің ғой бізде. Да, все, конечно. Я ақшасын төле. Сен төлемей ақ қой, маған 1 жылға бір не беріп қойсайшы, тегін тамақ ішетін. Ох, жаным-ай. Ой, түр, жарықтықты. Діңкәлап қалды ғой. Ой. Өп, шіркін-ай, мынау аяқ қалмады ғой, шаршады. Біреуге жұмыс істеп шаршады ма? Өзімізге бір кәсіп ба бірдеңе ашу керек қой, я. Дұрыс айтасың. Ана Сартайды қарамайсың ба? Өзіміз сияқты жап-жас жігіт. Астына қарасаң, қап-қара ақал текесі бар. Үйір жылқы, қойлары бар. Ой, мақта, солардікі мақта. О, таптым мен. Пайызға қой берем. Сосын? Мысалыға саған бір қой берсем, сен маған қайтарарда қасына бір қоз қосып бересің. Байып кетеміз. Ой, бар ғой бұл. Анау Каспер деген баяғыда ашып тастаған ғой, пайызға қой беру деген. Қымбат қой, ей? Қымбат. Баяғыда 2 қойға біз қанша сата алатын едік? Қазір құнсызданып кеткен, 2 қойға бір қой аламайсың. Рас. Хандық қайда қарап отыр десейші. Ой, аттың жалы бар емес па? Иә. Сол жалды қырқып қыздарға кірпік істеп сатпаймыз ба? Жақсы кәсіп қой. Болмайтын нәрсені айтып отырсың. Одан да шаштараз ашып тастайық. Мұнаның бәрін қырқып алады, әдемілеп. Мына жерге сызығыңа дейін салып береді ғой. Ей, әкең балалар әлі отырсыңдар ме? Ана шөпті кім түсіреді? Бар шөп түсіңдер. Едіге бар шөп дей ма? Шаштараздың атын бар шөп деп қойса қалай болады? Бар шөп? Қайдағын айтады кесін? Кеттік ей. Кейін. Жатырмыз ағал. Бір кесе айран ішкізбеді ау. ЖК, осы сен естуімше вайнер болмағанға дейін КВН-да ойнапсың, е? Иә. Вайнға дейін өмірімді берген мен КВН-ге. 16 жасыма шейін ойнадым ма КВН? Сеніңше қалай енді КВН-да ойнаған оңай ма, әлде вайн түсірген оңай ма? Вайн түсірген оңай ғой. Оңай? Неге? Вайн жалпы түсірген оңай. Вайнды қазіргі күні қызық қылып түсірген қиын. Өйткені бүкіл тақырыптар қолданып тастады, өте көп видеолар қазір өте көп. Сондықтан мне кажется, то, что сейчас сложнее намного. А КВН ол басқа нәрсе, о жерде қиын, о жерде редактура бар, о жерде сен жазасын, келесің редактура бәрін кесіп тастайды, 2 күн қалғанда сөйтіп бәрін өлтіріп жазасын. Өзінің бір романтикасы бар да, оның өте қиын нәрсе ол. ЖК, енді КВН-нан шыққан Сека да бар, е? Өзінің замандасы. Араларында қанша деген бәсекелестік бар шығар? Жаңа Сека мен бәсекелестіктен гөрі көбірек достық шығар бізде. Иә, бәсекелестіктен. Но спортивный интерес какой-то есть по-любому у всех. Негізі видеоларыңа қарағанда, мына вайнерлардың барлығы сондай арасынан қыл өтпейтін бір дос болып көрінесіңдер. Қаншалықты рас соның барлығы? Өтірік бәрі бір-бірін жек көреді негізі. Жек көре ма? Сен қаншалық жек көресің? Мен де солай ойлап отырғам. Жоқ, не айтам, өзім бір жақын араласатындар бар. Бұлай жалпы
Қайсысы? Атап айтса қайсысы жақын араласады? Ең жақындардың бірі это Джо Кассас по-любому. Шекалар мен де жақсы сөйлесем. Терри Тима бар Астанадан. Ратбекпен жақсы сөйлесем. Ратбек жақын досым. Кім бар? Бәрі ғой, Назим Мисанов бар. Кім? Қыздардан Нагима, Эльдан. Мен вообще жалпы мен бәрімен сөйлесем. Менде қарым-қатынас жақсы. Оларды өздері білмеймін мен. Қаншалықты вайндар бір-бірлерің жаңа түсірген вайндарыңды вайнерлер сынайсыңдар? Достығына байланысты ғой енді. Мысалға, мен Ратбек екеуміз бір-бірімізге звондап тұрып айта аламыз, мынау немене бөле түсіргенсің деп. Кейбір адамдарға айтсам, ол көңіліне тиіп кетеді. Қарым-қатынасқа байланысты ғой. Мысалы, сен өзің түсірген вайнды мына дұрыс емес деген кезде жарайды деп қабылдап өшіріп тастаған кездерің болды ма? Түсірген вайныңды? Жоқ, прям ондай болмаған шығар, бірақ вайн салып, астында комментарийларына қарап, егер біреу бір орынды комментарийлар жазса, мүмкін ойланып қаласың кәдімгі. Ондай болмаған, прям удалить етіп тастаған. Өшірген кездерің болған жоқ, Адамдар жалып отырса еді, бір вайнды удалить етіп тастаған моменттер болды. Қандай? Есімде жоқ, бір қызбен түсіргем, кажется, там ұятсыз бір вайн болды. Қай жағына жақпай қалдың, не дейсің? Сол ұятсыз болды деп удалить етіп тастады. Вайнда мынадай көп боқтан қарап сөйлейтін кездерің бола ма? Әрине, негізі басында стилім содан басталды, я материться начал. Не было все равно, потому что это интернет был. Я показывал себя таким, какой есть. Я вообще жалпы не люблю знаете, так придуриваться, типа каким-то другим быть. Маған бәрібір мен қандаймын, мысалға елдер кәдімгідей дайындалып нетіп атады. Мен қандаймын, сондаймын өзім. Миымда заттарымды аламын да түсірем болды. Сонда интернетте еркін сөйлеуге болады, Иә? Енді, Жека, мынау да біздің интернет сәлем шоу. Бұл жерде де еркін сөйлеуге болады. Телевизордан көрмесін. Көрші алары қалай боқтауға болады? Сіздің алдыңызда интернет шоу ғой енді. Боқтаған ұят қойын сіздің алдыңызда мен. Мен емес, әрине. Көрермендерге қарадың, соның кімді көздеп отырсың? Былай, Жека? боқтаған, блядь, деп. Я не знаю, такое шоу здесь вообще. Надо ровно сидеть. Ендеге мен бір батыл қадам жасадың сен. Жека, сен әп-әдемі қазақша сөйлеп отырсың. Иә. Вайндардың барлығы неге орысша түсіресің? Былай, жалпы былай ғой. Мен Россияда қарайды, Өзбекстан да қарайды, Қырғызстан да қарайды. Сондықтан мен я не могу делать на казахском. То есть на казахском, когда делаешь, он теряет свою международность, так скажем. СНГ-де қарай алмайды да, түсіндіңіз бе? Жека, сен бойдақсың ғой? Иә, бойдақ. Қыздар, ұстап алмайсыңдар ма? Все, да. Қызың бар ма? Жоқ. Енді әдетте бірінші үйде мазаңды алатын маман ғой. Мама бұлай мазамды алмайды. Осы кешенің әр күні тойда болдым. Тойдан келдім. Сол бұлай енді байқалып отыр. Мен 22-демін ғой, енді 22-ге толам. 22-ге ерте деп ойлайсың ба? Ерте деп ойламаймын, мен кішкентай кезімде ойлаймын. Мысалы, өзің араласып жүрген Арман қанша жасында үйленді? Да, я беру пример с него, я бы тоже так хотел, но у меня нету девушки, понимаете? Если была бы девушка, запросто хоть завтра бы женился. Қыздарға қарауға уақытың жоқ па бизнестен, әлде қыздар қарамай жүр ма? Да нет, я не знаю, дело не в этом. Мынадай пысық жігіттерден білмеймін, қыздар қалай қарамайды, сен өзің шығар қарамай жүрген. Білмеймін, қарап жүріп қой қыздарға. Ұялдырып тастадыңыз ғой, вот перед вами опять у меня неудобняк. Сол жаңа Таразға барған кезде осы жол сезілді. Прям ұрсып айтты уже осы жол. Өзі немен ғой, деңгеймен ғой, басында айтады, ананы үйлендіру керек деп айтады. Потом үйленбейсің бе деп, осы жол айтады, так, бір жылдан кейін өзім тауып берем деді, өзім жешем бар. Мен айтқан қызды аласың деп. Сен бетіне қарадым, конечно деп, жаймен Алматыға қашып кеттім. Тараздың қызын ал деді ма? Иә, өзі сөйтеді ғой, өзің қай жақтасың, сол жақтағылар айтты. Алыстан арбалағанша жақыннан дорбалайық деді ма? Иә, сөйтеді. Енді қалай жақыннан дорбалайсың ба? Ана Алматының қыздарын алма, олар городской. Керек жоқ саған ондай деп. Тараздың қызын ал деп. Енді бар ғой, сені барлығы Жека Федбали деп, осындай аты қайдан тауып аласың да, мана мен басында келген кезде қарап отырсам, Федбали дей ма, мынау не десем, кім қойды мына атты? Мен бұлмен айналыстым ғой, сөйтіп мен қарасам, бұл ағылшын тілінен аударғанда майлы қарым.
Сонда бүгін сені жеңіс майлы қарын деп айтсам сен ренжімейсің ба? Жеңіс дәу қарын шығар, майлы емес. Дәу қарын ба, майлы қарын ба? Енді дәу қарынның Енді ішінде, орысша- дәу қарынның ішінде май болмай не болады? Орысша толстый живот қой енді. А майлы қарын деп, енді сен майлы екенсің деп айтпайсыз ғой толық адамға. Сен соғым сойған кезде көрген жоқсың ба? Жылқының қарны майына қарап айтады ғой. Мынау шықты, мынау шықты, мынау шықты деп. Сен әрине майлы қарын Это әдемі ғой. жестко, жестко. Я прикрою живот. Фитнес ашасың, иә? Я как раз сегодня думал, надо Ары худеть. тағы бір жастық бар, жап қарныңды. Ар жағында. Да, жастық жетпейді, на диван артына тұру керек ол үшін. Жека, мен мынаны бекестен сұрап жатқан жоқпын. Мен мына инстаграмдағы аккаунтымда Жанар Айжанова деп тұр. Сендер сияқты бір ағылшынша қызық атты өзімше ойластырып көрдім, соны қайсысы келеді? Айтшы, сен енді маған қарағанда модныйсың ғой. Қазір мен саған бір экранға қарайықшы, ана жерде шығады қазір. Жанар beautiful. Ага. Ну Дұрыс нормально. қой айтқан. Ну так звучит примерно. Ага. Келесі. Еще варианты есть? Жанар Фани. Нет, вот сразу минус, это вот вообще ни о чем. Ага. Дальше давайте. Осындай аккаунтпен вайн түсірсем қалай? Да не надо Фани. А сен қандайын ұсынасың? Ну это слишком поверхностно, мне кажется, Фани. А есть тағы бар ма А вариант? келесі. Бомб. О, вот это уже поинтереснее, Жанар Бомб. Мне кажется, Жанар Бомб, это если вы были бы инста-чикули такой, знаете, инста-чикс and VIP Казах Girls бар ғой. Сонда мен чеке емеспін ба? Сен чеке, мен чеке емеспін ба? Сен гуд чеке, мен нау чекемін ба? Нет, ну в плане, я бы не знаю, Жанар Beautiful звучит, мне кажется, да. Ол қайсысына? Инстаға әлде? Да, в Инстаграм. А если бы вы вайны снимали? Я не знаю даже, как назвать. Жанар Вайнс қалай кетеді? Жанар Вайнс? Ну, можно тоже. Дженнер Вайнс болса. Дженнер. Дженнер Вайнс. Келли Жанар деп жазып қойсаң. Типа Келли Дженнер. Бірақ мен ешкім Жанар демейді, бәрі Айжан дейді. Да. Жека, сен бір сұхбатыңда мені Алматыға әкелген районный фильмі дедің. А Таразда районыңда қалай жүрдің, өзің районда? Нормально. Бізде мен, наверное, біздің жылдар қатты криминал не застали, ондай прям район дейтіндей. Бірақ болатын ондай өтірік движениялар. Мен жек көретінмін ондай өзім жалпы. Балдарға да айтатын, не қыласыңдар. Қызықпайтын. Мен больше, наверное, бар биге барып жүретін, творческий адам етін. Творчествоның бәрі биден басталды ғой. Бальный танцыға да барғам, мен пианиноға барғам. Кәдімгі неге де барғам, хип-хоп, туда-сюда. Сондай жақсы көретін мен. Жас кезінен көп бардың биге, да? Да. Қатысатын неге? Пластиканы қалай көрсете аласың ба? Шпагат қалай? Шпагат жоқ. Негізі бар ғой, мына томпақ адамдар бұлқылдап икемді болады. Мына тарамыс адамдар қатып қалатын. Мүмкін музыка қосып бір билеп көрсетесің? Давайте только с вами на пару. Давайте вспомним бальный танец. Мен билей алмаймын ғой сен сияқты. Ал, музыканттар, бір нені қосыңдар. Давайте так, примерно. Қошемет көрсетейік Жекаға. Жека, биің әдемі. Все, шашады. Ал енді, мен саған Жекабай дейінші. Жекабай, ау. бізге келген қонақтарын білесің ғой, құрғыл келмейтінін. Да. Енді көрермен де мен де күтіп отырмын. Жека бізге не, қандай сыйлықпен келді екен деп. Біз $100 депозитпен карточка береміз неге. $100-ға? Оған неше рет тамақ ішуге болады? Ну, смотря сколько человек. Один человек, наверное, сможет... Бір келгенде ме, әлде бөліп-бөліп ішуге бола ма? Бөліп. Бөліп-бөліп ішуге. Бөліп, иә, өзі жарытады, карточкасы болады. Таңертең, түсте, кешке. Иә, бір 7 рет жейді жалғыз адам. Осы видеоның астына қызықты комментарий қалдырып каналға жазылған адамға Жеканың $100 депозитін сыйға тартамыз. Бүгін бізде қонақта болған Жеңіс Омаров. Бүгінгі таңда бір басында бірнеше кәсібі бар кәсіпкерлер өте көп. Көптігі сондай. Жанар Айжанова ғой.
иә. Комментарий жазып жатыр адамдар. Дәусе шіңкілдек дейді. Ей, Дәулет, мына жерде съемка жүріп жатыр. Сен есің дұрыс па? Қалай есіңіз дұрыс па? Сізде съемка жүріп жатса сізге оңай ғой. Стоп! Мотор дейсіз, дальше жүргізе бересіз. Мен прямой эфирде отырмын, маған қиын, маған мешать жасап тұрсыз. Әй, айналайын, егер қоймайтын болсаң, ана телефоныңды алам да қазір, мына тақаммен езіп, ортасын тесіп берем. Сосын сол тесіптен тікелей мені көріп отыратын боласың. Достар, біз сабырлымыз, біз түсіністікпен қараймыз. Үлкен кісі давлениесі көтеріп кетуі мүмкін. Әзірге мен сендермен қоштасам. Сау бол, қазақ елі. Сен не, әдейі істеп тұрсың ба? Еркесі мақан істеді ғой. Әдейі істеп тұрсың ба сен? Вообще әдейі істеп тұрған жоқпын. Мен сізде ала алмай жүрген өшім жоқ. Мен мысалы бүгін қуанып қалғам сізді көрген кезде. Жанар Айжанова наконец-то қазақ эстрадасына көңіл бөліп, диета кезет тобын қонаққа шақырдым десем, қайдағы бір вайнер? Вайнер не қыласыз? Айналайын, сен ол вайнерлермен ойнама. 1 минутта видео түсіріп кәсіпкер болып кету, ол саған ойшық емес. 1 минутта емес, мен 1 минутта 60 рет күлдіремін бір адамды. Миллионер болса, мен миллионер болып кетер едім. Олар да просто таныс, иә. Везде таныс шешіп тастаған. Болды, көре алмасаң қоя қой, отыр. Жоқ, көре алмаған емес, айтыңызшы. Вайнерді не істейсіз? Вайнерді мысалы, ЖК-ны танисыңдар ма сендер? Бұлар подписчикта сол үшін танып тұр әшін. Дәулет, қой деймін, қоя қой. Жоқ, қойма. Апай, мен қоя алмаймын. Мен далаға шықсам да қоя алмаймын. Камераларын дайындаңдар. Қазір YouTube'да Жанар Айжанова жас баланы сабап тастапты, жұрт жағасын ұстапты деген видео түсіреміз. Жоқ, ондай видео керек емес. Керек емес. Қазақтың түсінігінше бизнес ол жұмыс жасамай ақша табу дегенді білдіреді. Бизнес ол шиномонтаж, СТО, мойка, сән салоны, дүкен, ары кетсе тойхана ашумен шектелмейді. Ең бастысы, қандай бизнесмен болсақ та, қандай бизнеспен айналыссақ та, халыққа пайдасы бар дүниемен айналысайық. Бұл Сәлем шоу, каналға жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаймыз. Кездескенше!